Барлығыңызға сәлем. Мен аты жөнім Жаркен Санжар Өмірзақұлы, Казгаса мектебінің тарих пәнінің мұғалімін. Бүгін бізде Спартакиаданың 3-ші күні. Бүгін күн кестесі бойынша бүгін футбол кезеңі болып жатыр. 2-ші тур басталып кетті. Және де шашки және шахмат. Сезім өте керемет инициатива. Осындай тағы да Спартакиада футболдан, волейболдан жарыстар болып тұрса екен дейміз. Бұл спорттан бөлек жаңағы өзіміздің осы циклдағы коллегаларымызды танып жатырмыз, бірімізбен жақсылық араласып жатырмыз. Өте керемет. Мен Рамбердиева Ғайша Сыралханқызы, КАУ жанындағы факультеттенімін, ағылшын пәнінен оқытушымын. Осы бүгін шахмат пен шашка бойынша жарысып жатырмыз. Біздің факультет қазір алда болып тұр. Шахматтан және шашкаден 2-ші турдан өттік жеңіспен. Енді Құдай қаласа 3-ші турға ойнаймыз. Добрый день, меня зовут Александр Брянцев, я директор колледжа Казгаса. Сегодня уже 3-й день спартакиады среди преподавательского и профессорского состава Международной образовательной корпорации. Данная спартакиада посвящена имени и памяти Амирлана Айдарбековича Хусаинова. Сегодня день соревнований по футболу. Очень сильные команды с Международной образовательной корпорацией, колледжей представляют свои сильные составы здесь. Мы свою игру сегодня первую выиграли. Вот сейчас готовимся ко второй игре. Так что думаю, что соревнования пройдут в жаркой и пылкой борьбе. Ну и, конечно же, победит сильнейший. Всем желаю удачи.